Так, достар, ауа райы күшті екен. Так, кірдім ба мен мына зонаға? Мә, кірмеппін ғой, тағы да кішкене алдыға жүру. Ё-майо. Так, мен мынаны артына тұрайықшы. Кірдік, көрініп тұрғаныңыздай. Кірдім. Так, линияны басамыз. Кеттік, қысқа заказ ұстайықшы, қысқа заказ. Так, настройкама кіріп қойын. Мә, уже заказ түсіп отыр. Қабанбай Батырға 49 дейді. Мега Kids. Плюс 2 коэффициентпен қабылдайық, кеттік бірінші тапсырыс. 910 метр, 1 километр ғой баратын жеріміз. Алып кететін жеріміз. Баратын жеріміз 3-9 километр 11 миль. Сол бірінші заказымызды алдық, достар. Демижан Карменов арнасына қош келдіңіздер. Бұл арнада такси жайлы қыр-сырларды айтатын боламын. Өзімнің 6-7 жылдық тәжірибемен бөлісудемін. Достар, кім тіркелмеген болса тіркеліп қойыңыздар. Бүгін азанда шықтым, сағат 9:30-ға дейін жұмыс істейміз. Көреміз қанша табамыз. 5000 теңгедей жанармайға табу керек, және де бір көлігімізді жуу керек. Бүгін ашық күн, достар. Жаңбыр таусылды, бір аптадай жаңбыр жауып нетті. Көлігімді бір ай болып жуған жоқпын. Енді андай самомойкада жуып жүрдім, бір 200 теңге, 500 теңгеге. Енді бір нақтылай неге кіргізу керек ше мойкаға. Сонымен бүгін мойка мен бензинге ақша табу керек. Қанша уақытты табамыз, қанша шақырым жүреміз, қанша уақыт кетеді. Бір 5-7 мың теңге. Қанша уақыт табады екенбіз. Көре жатырық. 7,5 минут жүрдік, тапсырысымызды аяқтаймыз. 1030 теңге, Яндекс бізге 500 теңге төлеп береді. Наличкаға ауысып кеткен не? 1000 теңге. Молодец, красавчик. 20 теңге как раз болған қалтамда. Наличкаға ауысып кетті, картасында ақша болмады ғой деймін. Негізі менде чисто карта тұр, достар. Чисто карта тұр, ыңғайлы. Так, таза 1229 теңге тауыппыз міне. Так, міне алдымызда зона бар екен, 1620 теңгелік. Бүйтіп кішкене алдыға бит жүрсек, нар жақтан кірсек, міне 1630 теңгеге тапсырыс қабылдайтын боламыз. Кеттік. Так, мен зонаға кіріп барам. Қазір алды жақта бір жерге тоқтайық. Мына жерге тоқтасақ та болады ғой деймін, осы жерге мен. Осы жерге тоқтайық, зонаға кірдік қой деймін. Ағыр кішкене жүріп кетсек, зонадан шығып кететін сияқтымыз. Аварийкамызды жағайық. Көрейік. Мен зонада тұрмын. Неге желіге шығайық. Енді қысқа тапсырыс күтейік. Қысқа тапсырыс. Попутчик дейді, жеңіс жаққа қарай. Пропустить деп, без потери активности. Асықпаңыздар, достар, уақыт жеткілікті. Қарап алуға болады. Мен қарап алдым, мен пропустить бастым. Попутчигімізді пропускать еттім. Егерде бір қысқа попутчик болса алуға болушы еді. Бізде бұл тапсырыс 1620 теңге болды екен. Осының ішінде тапсырыс болса ғой, мәңгілік ел 10 дейді. Мәңгілік ел 10. Мына жаққа қарай. Пробкаға тұрып қаламыз беке, мәңгілік елде. Жарайды, қабылдадық, Туран 42. 1620 теңгелік тапсырыс. Кеттік. 2 минут платное ожидание кетті. Осындай мен қадайтын жолаушыларды жеп көрем. Азанда час пикте қазір. Пробкада қаптай бастайды. Сонымен баратын жеріміз ұзақ болып кетеді. 3 минут болды платное ожидание. 13 минутта келдім, достар, мына тапсырысымызды аяқтадым. Картамен 1620 теңге. Бонус 310 теңге беріледі маған. Фотоконтроль селфи сразу соңында өтіп кеттім. Жаңа Дом министерствоға келдім. 3 минут күттім жаңа кісіні ше. 3,5 минутта платное ожиданиясымен. Осындай кім каждый, осындай час пикта каждый 1 минута бізге, как сказать, орысша айтпақшы, каждая минута дорога дейді ғой. Енді міне мына жақта коэффициенттер сәл жанып тұр екен. Ең жақын зона қарадым, Бауыржан Момышұлымен қайтадан сондай көк зонаға кіруге болады екен. Содан енді бір қысқа заказ түссе ме деп отырмын. Осындай көк зоналармен лужа дейді ғой орысша, терминология. Водитель такси арасында, такси жүргізушілердің арасында сондай бір терминология бар. Негізі ресми атауы геозона дейді оны. Яғни
кем болса жаңағы көрсетілген бағадан сол бағаға дейін Яндекс төлеп береді үстінен. Ол неге істелінген? Ол өйткені андай сол аймақта заказдар көп ше, и соған такси жүргізушілер соған қарай заманивать етеді дейді ғой орысша. Заманивает в эту геозону водителей, чтобы оттуда вывозились заказы, мне орысша айтпақшы. Сол достар, кішкене орысша сөйлесемде қолдап жүріңіздер, үйренеміз ары қарай. Тек қана қазақша сөйлейміз. Негізі қазақша білем, бірақ арасында орыс сөздер қосылып кетеді екен. Сонымен достар, лайк басып тіркеліп қойыңыздар. Мұраттың қал жағдайы қалай екен? Мұрат аяғын сындырып алған, білесіздер, үйде жатыр. Енді Алла шипасын берсін. Мұрат тез жазылып кетсін. Кеттік, жұмысымызды жалғастырамыз, көреміз. 41 минут болды желді жүргеніме. 2-ақ тапсырыс орындадым. Кірдім Бауыржан оңышымен. Тез жеттім, 8-ден 22 кеттім. Көк зонадан аварийка жағып тұра салайық. Негізі асықпай таңдау керек та заказды. Кішкене табысымызды ұлғайту үшін. Міне зонадан көріп отырғаныңыздай желге шықтым. Кеттік, тапсырысымызды күтеміз. 2 тапсырысқа 2500. Так, 50 коэффициентпен попутчик дейді. Мағжан Жұмабаеваға қарай. Ала салайық, достар, ала салайық. Бұл тапсырыс 1440 теңгеден кем болмайды. Тағы бір попутчик түссе, екеуі де 1440 теңгеден болады. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили... Екінші попутчикта келдім, екеуі де түсті. 22 минут общий қойдым, кеткен уақытымыз. Тапсырысымды аяқтадым. Ол да геозонаға кірді, 1440 теңге достар, көрдіңіз бе? 800, бұл 870 теңге, үстінен төлеп берді 570 теңге. Осының алдындағы тапсырыс 670 теңге болды, үстінен Яндекс төлеп берді маған. Так, міне 4 тапсырысқа уже 5000 теңге тауып қойыппыз достар. Желіде жүргенім 17 минут. 17 минут, сағат 8-ден 53 кетті. Мына жақта коэффициенттер бар ма? Коэффициенттер бар екен мына жақта. Геозона өте алыс. Сіздер көрінбепті ғой. 1200 теңгелік не жақта. Қосшығыл жаққа қарай бару керек. Мен Абайда тұрмын. Енді сол маңай жаққа қарай бір көреміз, үлгіреміз ба тағы да тапсырыс орындаған коэффициентпен заказ күтейік, алайық. Қазір айтатын болам. Уже комиссия салынып қойды, дұрыс көрсетпеді ғой. 4850 теңге таза міне. Енді көрсетті. 4 тапсырысқа. Нормально баға. Тапсырыс күтейік енді достар. Безналичныймен күтіп отырмын менде. Баланс 3821 теңге, өйткені 1030 теңге бізге бір наличкамен берді міне. Заказ күтіп отырмын. Заказда кеп түсті достар. Көрсетейін сіздерге. Так, Кенесары 45-тен Абай 8-ге 400 коэффициентпен қабылдадық. Апаратын жеріміз 1-1 километр. Апаратын жеріміз Абай 8, жақын жер 2-2 километр 8 минут. Желден шығамыз. Қазір жаман, атмені берсе жаман заказ түспей қалма. Айтайын дегенім достар. Және бірінші попутчикті әкелдім. Студент, не жаққа, университет жаққа апардым. Сасық жоғаушы, жуынбаған ба, түсінбеймін. Біз мектеп кезінде, студент кезде енді жуынасың ғой, қыздар, мен общение, печенье ұстайсың, ят қалмас үшін күнде бір сабаққа барсаң, жуынып барасың, таранып дегендей, сыланып, үтіктеніп, киім кешекті үтіктеп, әдем болып барасың да. Бұнда, білмеймін, кірді, сасық, екінші попутчик әйел адам және әкелген. Сода отырасап, терезесін ашты ғой, так ауырып отырмын да, терезесін ашты, желкеме жел үрледі. Ауырып жүрген кезде. Енді шыдадым қайтаймен, анда испен салонда отыра алмай едік. Өзімді терезе ашып қойдым сосын. Оқпайым, кер. Сондай да адамдар болады, достар, сондай да адамдар болады екен. Біз күн ыстық кезде, жазды күні 2 рет жуынасың, азанда бір рет, 3 рет даже, азанда бір рет жуынып шығасың, обедке келген кезде жуынып шығасың, екен терлейсің ғой, ыстық. Сон кешке жұмыстан шаршамастан айтып бір душқа кіріп шығасың. Жоқ болмаса азанда кіресің ғой душқа. Сол келдім, күтіп отырмын, ожидание болып. Тез шығатын шығар енді. Мен точкасы баратын жеріміз, мына жақта да коэффициенттер жанып тұр. Және мына Қосшығыл жақта
геозана бар 1260 теңге. Мүмкін соған барамыз ба, көреміз енді. Барған соң тапсырысты аяқтаймыз. Сосын тағы да айтпақшы болғаным, достар, кешке жақында отырады ғой, мысалы ұлдар неге отырысқа, вечерға, неге кафеге барады ғой. Сонда отырады да иісін, мынандай иіс шығады, одеколонның иісі шығады ғой, парфюмның. Прям мұрынды жарады ше, әрең отырасың, то терезі ашып тастайсың. Жуынбай ма білмеймін, жуынбай соны шашып тастай ма, көп шеп жүретіндер бар. Енді кейбіреулер бар, енді жақсы жуынып шығатындар ше, жуынып шығады да, білмеймін, ас себебі ме білмеймін, айту жуынып шығады да, андай шампунь иісі шығып тұрады ғой уже. Мұрынмен кәдімгі шолтыспа, уашинг болма, сразу байқайсың ғой. Енді приятный запах та, енді жуынып шықты, отырды, енді бір свежий иіс шығады да, андай парфюм көп араласпаған. Акерлер бар, шашып тастайтын да парфюмді. Мұрны бірақ жарып жүреді. Насмұрықпен ауырсам, мұрны бірақ ашады ше. Сондай да болады жағдай таксиде. Мұнда да достар, платный ожидание кетті, 1 минуттан асты уже. Осылай күттіретіндер жаман ғой, біздің табысымызға әсер етеді негізі осылай. Күтіп қалу. Қазір жаңа далада тұрса жаңағы жолаушы, біз бұл тапсырысты аяқтайтын уақытқа дейін жеттік. Баратын ан жақ жеріміз тура мен Кенесары мен Абай 8-ге бұру кетеміз дан жерде. Уже мысалға уже бір 2 минуттан кейін осы тапсырысты аяқтар едім, егер де жолаушы далада тұрса, күтіп тұрса. Мәм, коэффициентті жоғалды, көрдіңіздер ма? Достар, мына жігітті алып келдім. Приятный иісі, жуынып шыққанда шампунь иісі шығып тұр, жаңа айтқандай. 6 минут жүрдік, достар, жаңа күттіртпесе баяғыда бітіріп кетшедік, мүмкін мына жақтан коэффициентпен де тапсырыс күттірдік. Каждый 1 минута бізге дорога, достар. Заказ будет оплачен картой. 1110 теңге, достар. Убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Мына жақта коэффициент жоқ. Ана көк зонамызда бітті. Не істеймін, достар, Қосшығыл жаққа қарай кірем, мына жаққа қарай қазір. И жаққа қарай қоямын, домой деп. Болды, қайттым, достар. Примерно енді бір 6000 ұзақ заказ қабылдаймын да, бір, наверное, түсетін шығар, көреміз. Айтты міне 5 тапсырысқа 5726 теңге таптық. И 1 сағат 33 минут жүрдік. Уақыт далада 8 градус, күн жылыды. 25-те 3 километр, достар. Сонда 2,5 литр десе де болады. Менде 100 километрға 10 литр жейді. Сонымен жанармай шығынымыз аздау. Сағат 9-дан 10 кетті. Коэффициенттер левый берег жоқ, коэффициент жұмыс істесем, мына жақ Көктал жақта неме болса, Юго-Восток жақта жұмыс істеу керек. Юго-Востокта қысқа заказдар көп, мектеп, анау. И байқаған, достар, бүгін 28 сәуір деймін ғой, мамыр ма? Каникул басталды, пробка аздау байқадым. Пробка аздау болды и коэффициенттерді аз болды. Геозонаның арқасында алдық біз. Попутчик, екі попутчик геозонаның ішінен алдық. Соның арқасында табыс жақсы болды. Негізі сол былай жүрмесек, зеленка коэффициенттері аз жанып тұр, өйткені мектеп бітті, оқушылар енді тапсырыстарды азайды, сол себепті. Әлі, достар, тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар, әлі такси жайлы қозғайтын тақырыптар өте көп. Орыс тіліндегі өте көп бейнероликтер бар, соған көп тақырып қозғадым орыс тілінде, Демежан Про такси арнасында. Енді осы арнада қазақша сіздерге бәрін айтатын боладым. Таксиде қыр-сырын, жұмысын, пайдалы ақпарат жеткіземін, достар. Сонымен қызықты да, күлкілі да контент болады. Сондықтан тіркеліп қойыңыздар, мұнда әдемі бейнероликтер, оның алдында шыққан, көрмеген болсаңыздар, көріңіздер. Барлықтарына саламағалейкум.